Сәлеметсіздер ме? Мен Сәтпаев қаласындағы номер 27 мектептің бастауыш сынып мұғалімі Мұханова Жадыра Төлеуқызы. Бүгін өтетін сабағымыз жаратылыстану пәні 2-ші сынып. Сабағымызды бастамас бұрын балалар көңілімізді көтеріп, психологиялық дайындық жасап жіберейік. Екі көзің не үшін керек? Жақсыларды көру үшін. Екі құлағың не үшін керек? Ақыл кеңес тыңдау үшін. Екі қолың не үшін керек? Елге көмек беру үшін. Екі аяғың не үшін керек? Шетте жүрсем туған жерге қайту үшін. Олай болса балалар, адам өміріндегі ең маңызды құндылық денсаулық. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Сабағымызды бастамас бұрын үй тапсырмасына назар аударайық. Сұрақ жауап арқылы үй тапсырмасын қорытындылаймыз. Жануарлар қайда тіршілік етеді? Жануарлар жер бетінде немесе жер астында тіршілік етеді. Су жануарларының денесі қандай болады? Су жануарларының денесі суда жүзуге ыңғайлы, ұзынша болады. Дұрыс айтасыңдар балалар. Неліктен кейбір жануарлардың түсі өзгереді? Көптеген жануарлардың бүркеншігені табиғи ортада тіршілік етуге көмектеседі. Яғни әр жыл мезгілінде жануарлардың реңдері, түстері өзгеріп отырады. Суреттерге назар аударайықшы балалар. Осы екі суретті не ортақтастырады? Бірінші суретте қол шатыр бейнеленген. Екінші суретте адамның қаңқасы бейнеленген. Қол шатырды не ұстап тұр деп ойлайсыңдар? Әрине, сабақ ұстап тұр. Ал адам қаңқасы адамның дене пішінін ұстап тұрады. Барлық дене пішінін ұстап тұрады. Сабағымыздың тақырыбы адам денесінің құрылысы қандай? Оқыту мақсаты адамның тірек қимыл жүйесінің қызметін анықтау, эксперимент жүргізу және оның нәтижелерін кестеге түсіру. Қаңқаны бөлшектерімен танысамыз балалар. Ең бірінші суретте қаңқа берілген. Назар қойып қараңыздар. Қаңқамыз бас сүйектен, қабырға, төс сүйек, қол сүйектері, омыртқа, жамбас, аяқ сүйектерінен тұрады екен. Адамның қаңқасы үлкен және ұсақ сүйектерден тұрады. Егер сүйектер болмаса, біз аяғымыздан тұра алмай, денеміз пішінсіз болар еді. Қаңқаның сүйектері өзара қозғалмалы буындармен жалғанады. Ал омыртқа сүйектері жан-жаққа иіліп, бүгіле алады. Қаңқа сүйектері балалар назар қойып қарасаңыздар, өте мықты болады. Олар жүректі, миды, өкпені және адам денесінің барлық мүшелерін жазатайым жарақаттанудан қорғайды. Енді назарымызды бейнежазбаға аударайық. Адамның қаңқасы үлкен және ұсақ сүйектерден тұрады. Егер сүйектерің болмаса, сен аяғынан тік тұра алмай, денең пішінсіз болар еді. Қаңқаның сүйектері өзара қозғалмалы буындармен жалғанады. Ал омыртқа сүйектері жан-жаққа иіліп, бүгіле алады. Қаңқа ағзадағы барлық сүйек. Қаңқа ағзада тірек және қорғаныш қызметін атқарады. Бас сүйек, қабырғалар, қол сүйектері, омыртқа, жамбас сүйек, аяқ сүйектері. Енді қаңқаның маңызына тоқталатын болсақ, балалар, қаңқа екіге бөлінеді. Тірек және қорғаныш бөлігі болып. Тірек бөлігі қаңқа денеміздің негізгі тірегі, яғни тірек бөлігіне адамның аяқ қол сүйектері жатады. Ал қорғаныш бөлігі ол маңызды ішкі мүшелерді қорғайды, яғни бас сүйектері, қабырға сүйектері. Қаңқа бізге қозғалуға мүмкіндік береді. Қаңқа ағзадағы барлық сүйек.
Қаңқа ағзада тірек және қорғаныш қызмет атқарады. Адам қаңқасының бөлімдері бас сүйек, тұлға, аяқ-қолдан тұрады. Балалар, нәрестенің қаңқасында 350 сүйек, сендердің қаңқаларың 225 сүйектен, ересек адамның қаңқасы 205 сүйектен тұрады. Адамның жасы ұлғайған сайын сүйектер өзара бітісіп, азая бастайды. Балалар, сендер білесіңдер ме? Қаңқа сүйектері өте мықты болады. Бірақ қатты соққы тиген жағдайда тез сынып кетуі мүмкін. Баланың сүйегі сынса, қарт адамға қарағанда тез бітеді. Естеріңде сақтаңыздар, дене сымбатын дұрыс қалыптасу үшін арқан мен иығыңды тік ұстап, басыңды көтеріңкі ұстап жүру керек. Және партада отырған кезде дене сымбатымызға назар аударуымыз керек. Сол кезде денеміз сұлу сымбатты болып өседі. Олай болса, балалар, сергіту сәтін жасап, бір демалып алайық. Енді біраз қол салып алайық. Қолдарыңды созып айналыңдар, бастарыңды оңға, солға бұрыңдар. Өздеріңді қаңқа сияқты сезініңдер. Бұл жаттығу денемізді созуға және қаңқамыздың қалай қозғалатынын сезінуге көмектеседі. Жарайсыңдар балалар. Олай болса, сергіп бір демалып алсақ, сабағымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Сүйектер пішініне тәжірибе жасап көрейік. Бұл тәжірибеміздің мақсаты ағза сүйектері пішінінің көпшілігі неліктен түтік тәрізді болатынын білу. Болжамымыз түтік тәрізді сүйектер анағұрлым мықты деп болжайды. Бізге қажетті заттар, қағаз парақтары, желім, бір бума дәптер. Олай болса, балалар, тәжірибе жоспарына сүйене отырып, үлгі бойынша дөңгелек және үшбұрышты бағандарды қағаздан желімдеп жасап алайық. Олай болса, балалар, жасап болса, әрбір осы екі бағанға кезек-кезек бір дәптерден қойып отырайық. Ал бағандардың қайсысы көбірек дәптер көтере алатынын бақыладыңдар? Дұрыс айтасыңдар балалар. Дөңгелек бағанға көбірек дәптер қойдық. Енді қорытынды жасай келе, ағзаның біраз сүйектері түтік тәрізді, яғни түтік тәрізді мықты болады деп қорытынды жасауымызға болады. Осы сабақтан алған білімдерімізді бекіту мақсатында мен сіздерге сұрақ қояйын. Қаңқа дегеніміз не? Дұрыс айтасыңдар балалар. Қаңқа дегеніміз адам мүшесінің сүйектері. Сүйектердің негізгі қызметтері қандай? Я балалар, тірек қызметі және қорғаныш қызметін атқарады екен. Денемізде қанша сүйек бар? Нәрестеде 350, ересек адамдарда 205 сүйекті құрайды. Балалар, енді үй жұмысына адам қаңқасын суретін салыңдар. Суреттеріңізге сүйектердің атауларын жазып, суретті бояп, сүйектердің орналасуын жақсы меңгеру үшін ата-аналарыңызбен бірге қарапайым модель жасауды немесе картоннан сүйектерді қиып, оларды желімдеу арқылы дайындауды ұсынамын. Осы сабағымызды қорытындай келе, сұрақтарымды маған жолда сегментімен аяқтағым келеді. Балалар, сабақ соңында өздеріңе ұнаған қызықты сұрақ қоюды ұсынамын. Сабақта қаңқа туралы не үйренгендеріңді ойлап, соған қатысты сұрақтарымды комментарийға жазып қалдырыңыздар. Сау болыңыздар.